Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай өте дәмді, жұмсақ қаттама жасайтын боламыз. Ең әуелі керек заттарымызды дайындап аламыз. Бізге ұн, майонез, тұз, ашытқы, разрыхлитель, 3 жұмыртқа және де сарыағаштың осындай газдалған суы керек. Сондай-ақ сұйық майда керек болады. Кезекпен осы заттарымыздың барлығын қосып, қамыр илеп аламыз. Қамырымыз тым жұмсақ та болмайды, тым қатты да емес, орташа болуы керек. Міне дәл видеодағыдай қамырымыз осындай болып шығуы керек. Енді қамырымыздың бетін жауып, демалдырып қоямыз. Және осы аралықта әр 10 минут сайын 2-3 қайтара илейміз. Сонда қамырымыздың иі қанып, жайылғанда өте әдемі болып, жақсы жайылады. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Енді осы қамырымызды 3 бөлікке бөліп аламыз. Тым көп демалдырудың қажеті жоқ, себебі құрамында ашытқы болғандықтан қамырымыз тұрған сайын бұлжырап кетеді. Жайғанға да жөнді болмай қалады. Сол себепті осы кемінде бір жарты сағат аралығында қамырды тез жайып тастауларыңыз қажет. Егер де 4-5 сағатқа қойып кететін болсаңыздар, онда ашытқыны сәл аздау қылып қосасыздар. Міне мен осы видеода көріп тұрғандарыңыздай 3 суала етіп алдым. Енді әрқайсысын жеке-жеке жайып аламыз. Қамырды неғұрлым жұқа етіп жайсаңыздар, осы қаттаманың да қатпарлары әдемі болып шығады. Міне қамырымызды осылай жұқалықта жайып алдық. Енді осында щедрое лето майын микроволновкада ертіп алып, суыған соң осы бетіне жағып шығамыз. Шамамен менде дәл осы рецепт бойынша 250 граммдай щедрое лето май кетті. Майды барлық шетіне жететіндей етіп, бірдей қылып жағып шығасыздар. Енді май жағылған қамырымызды осылай оқтауға орап аламыз. Және әр ораған сайын өзіңізге қарай тартып отырасыз. Сонда қамырымыз тығыз, жақсы оралады. Және де ораған соң дәл ортасынан пышақпен бөліп аламыз. Енді ортасындағы оқтауды жайлап қамырдан ажыратып аламыз. Қамырымыздың дәл ортасынан 2-ке бөліп аламыз. Сонда бізде бір жайылған қамырдан 2 қаттама шығады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай орап аламыз. Енді осы күйі салафан пакетке салып, тоңазытқышқа жарты сағатқа салып аламыз. Сонан соң барып қана жайып пісіре бересіздер. Міне дәл төмендегі рецепт бойынша жасасаңыздар, сіздерде де дәл осындай 6 қаттама шығу керек. Немесе көбейтіп жасайым десеңіздер, онда 2 есе көбейтіп те жасасаңыздар, онда 12 қаттама шығады. Енді ол өз қалауларыңызға байланысты жасап, осылай тоңазытқышқа салып, қатырып қойсаңыздар, кез келген уақытта қонағыңыз келген кезде жайып пісіріп бере қоясыздар. Енді әр күлшеміз осылай жайып, 2 түрлі әдіспен пісіріп алсақ болады. Бірі пеште, яғни бетіне жұмыртқа жағып пісірсек болады, немесе майға
қыздырып, жаңағыдай екі бетін қызартып пісіруге де болады. Міне осылай жұқалықта жайып алған соң пешке салып, жаңағыдай бетіне жұмыртқамызды жағамыз. Сонан соң кунжут немесе мак сеуіп, өз қалауларыңызша жаңағыдай әрлеп, шамамен 180 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Міне біздің пеште піскен қаттамамыз дайын болып қалды. Қазір сіздерге бөліп көрсетемін. Қараңыздар, жаңағы қатпарлары қандай қатпарлы, сондай үгітілмелі, әдемі болып шықты. Бұл енді жаңағыдай майсыз, диеталық түрінде жеймін десеңіздер, осылай істесеңіздер болады. Бұл да өте дәмді болып, балаларыма өте ұнады. Ал енді қалған қамырларды осылай қатырып қойдым. Енді 2-3 күннен кейін жасаған кезде сіздерге қазір көрсетемін. Міне қараңыздар, слойлары сол күйі қатып тұр, әдемі болып шығады. Енді бұл қамырды мен жаңағыдай майға пісіріп көрсетемін сіздерге. Кәдімгідей бөлме температурасында тоңазытқыштан жарған соң сәл ертіп аласыздар. Қамырларыңыз жұмсарған соң осылай жайып, жаңағыдай керек жұқалықта жайып алған соң майға пісіріп ала бересіздер. Қазір табамызды қыздырып аламыз және түбіне сәл ғана май құйып, екі бетін қызартып, қуырып аламыз. Міне майымыз қызды. Жаңа қаттаманың қамырын салып, осылай шанышқымен және қасықтың көмегімен айналдыра отырып пісіріп аламыз. Сонда жаңағыдай майы барлық жеріне бір келкетіп жететін болады. Табаны осылай қызарған соң екінші бетіне аударып аламыз. Сонан соң тағы да айналдыра отырып сәл қуырылған соң бетін қақпағымен жауып, оттың астын баяулатып, шамамен 1-3-4 минутқа осылай қойып қоямыз. Сонда жаңағыдай ортасындағы слойлардың барлығы жақсы пісіп, қаттамамыз жаңағыдай әдемі болып шығады. Осылай бетін жауып пісіргенде біздің қаттамамыз көтеріліп, одан сайын күмпиіп, әдемі болып шығады. Міне асты да пісті, өздеріңіз көріп тұрсыздар. Енді осы қаттамамыздың барлығын дәл осылай әдіспен пісіріп шығамыз. Міне қаттамаларымыз өте жұмсақ, дәмді болып шықты. Дәл қазір ораза кезінде ауызашарға жасасаңыздар, сіздердің қонақтарыңызға да, үйшілеріңізге де ұнайтынына сенімдімін. Немесе осылай қатырып қойсаңыздар, және тоңазытқышқа сақтап қойсаңыздар да, кез келген уақытта балаларыңызға жасап берсеңіздер де, балаларға өте қатты ұнайды. Егер де осы рецепт сіздерге ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де каналға тіркеліп, менің басқа да рецептілерімді көріп кетсеңіздер болады. Қазір сіздерге қаттаманы бөліп көрсетейін. Қараңыздар, қандай қатпарлы, сондай жұмсақ болып шыққан. Достар, видеоны осы жерге дейін көрген болсаңыздар, сіздерге көп рахметімді айтамын. Және де осы ораза айында ұстап жатқан оразаларыңызда қабыл болсын. Сіздермен келесі видеода кездескенше қоштасамын. Сау болыңыздар.